Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Бүгін біз сіздерге Oxy 1295 деп аталатын аппаратты көрсететін боламыз. Бұл аппарат негізінен лифкас шашуға және покраска жасауға арналған. Жұмыс өнімділігі минутына 4,5 литр деп көрсетілген, қозғалтқыштың қуаты 3 киловатт деп көрсетілген. Бұл аппарат бұрынғы біздің гидропашневой Oxy 970 деп аталатын аппараттың орнын басалама, немесе артықшылығы, кемшілігі қандай, лифкасты қалай шашады, бұл туралы көргіңіз келсе, онда видеоның соңына дейін көріңіздер. Олай болса біз кеттік. Қазір біз аппаратқа глад, Alinex'тің глад деген лифкасын есіп қойдық. Елдердің көбісі айтады, не үшін гладты қолданасыңдар деп. Ол әрине қымбат емес, біз оны қолданғымыз келмейді, бірақ көпшілік адам бізден глад шашама деп сұрай береді. Шын мәнісінде оған қарағанда 2-3 есе арзан, бірақ сапасы сонымен шамалас сместері бар. Мына сөзімді Alinex'е естіп қойып, ертең жалбыз жасап жүрмесін. Бастайық. План біздер оратып тұрған жоқ па? Давлениесін жүріп келген мен. Көтеріп тастайын давлениесін. Мына лифкас. Жаңа біз дайындалғанша бір не өкіт қойдың, бір араластырып жүрінші. Ауа сор қалды ма, не болды ма? Интересно. Түсіндім мен, жаңа біз көтеріп алып аппаратты қайттан салдық қой. Сол кезде ауа сорып қойған ғой. Обраткіден бір шығарып жіберу керек еді. Енді тоқтамай шашу керек. Пистолетті басаған кезде өте жақсы шашады давлениесі, бірақ ары қарай күші жетпей қалып жатыр. Ол лифкас қою болғаннан кейін тартылмай жатыр. Бізде сапло 655 сапло. Оны Oxy 970 аппараты қиналмай үзбей шашалады 655-пен. Ал бұл аппарат кішкене үзіп шашып жатыр. Ол өнімділігінің жетіспегені. Қазір біз лифкастың үстіне кішкене су қосып, араластырып, сұйықтауды шашайық, сол кезде үзбей шашатын болады деп ойлаймын. Темір қап-қара түс болып тұр, үстіне аппақ лифкаспен қалай шашылғаны анық көрінетін болар. Мен қазір себез келіп шашатын болам. Енді маған ұнап тұр, жақсы шашып тұр, бірақ үзбей шашқан дұрыс еді. Сол үшін араластыра салайық лифкасты қазір су қосып. Ағаштың беті тегіс емес, көрдің бе? Енді шашып көрейік, мына жерге. Өзгеріс бар ма? Кішкене сұйық болды лифкасымыз. Өзгеріс бар. Лифкас кішкене сұйық жасап едік, үзбей шашып тұр. Бұл аппаратпен тағы не тексеріп көрсек болады. 4,5 литр шашылама шашамай ма? Құйып көреміз бе банкіге, ыдысқа? Кеттік, 1, 2, 3. Кеттік, 1, 2, 3. Е-мойы! Жаңа дұрыс айтты, сен баклашын ұстап тұр деп. Тұқты. Жаңа ұстап тұру керек екен. Ақбызыт қашып кетті. Жаңа баклашын ұстап тұрмағаннан кейін ыдысты қысымымен лақтырып жіберді. Ішін шайып тазаладық. Ішінде ештеңе жоқ, жуып қойдық сумен. Қайттан бастаймыз. 1, 2.
6 литр. Ау? 23 секунд өткен кезде бастадық та. Бірден 23-ке өткен кезде өтті ғой. 6 литр болды. 6 литр айдап түседі екен де? Қазір көреміз ғой. Может қайтешіне. Бірақ 6 литр айдағанда көп. Ол еще басында мынау дұрыс шашамаған сияқты болды да. Бастым ғой пистолет сол кезде. Кейін мына жеріне келген кезде қатты шашып кеткен сияқты болды. Сонымен бұл аппарат туралы видеомызды осы жерден аяқтаймыз. Бұл аппарат өзінің характеристикасына жазылғандай лифкас шашалды. Бұл негізі 3 пистолетпен покрасканы қиналмай шашу керек, бірақ оны шашып көріп тексермедік. Дегенмен 655 сапылымен қиналмай шашып тұр, гладты шашалса, демек кез келген құрғақ сместердің барлығын шаша алады деген сөз, кез келген лифкас шаша береді. Бұның 970-ке қарағанда артықшылығы ол қозғалтқышының 3 киловатт болғандығы, оның бір жағынан артықшылық деп айтсақ болады, өйткені кез келген жерде кез келген тоққа жалғап істете бересіз. 970-тің бір проблемасы сода болатын. Оған қозғалтқыш үлкен болғаннан кейін сол жерде тоқ жетіспей, соның кесірінен дұрыс жұмыс істей алмайтын. Және де екінші бір артықшылығы бұл алып жүруге ыңғайлы. Көлемі кішірек, оған қарағанда жатқызып салсаңыздар кез келген көліктің багажнигіне жүк салғышына сыйып кететіні анық. Комментарийде көп қойылатын сұрақтарға жауап бере кетейін. Бұл аппараттың бағасы 750 мың теңге. Бір жылға дейін кепілдік береміз. Бір жылдың ішінде сынып жатса, қозғалтқышы бір жер күйіп кетіп жатса, біз қозғалтқышын тегін ауыстырып береміз. Және де кез келген қосалқы бөлшектері бізде бар. Сервисіміз жұмыс істейді. Бұл аппаратты қайдан алуға болады десеңіз, еліміздің 10 қаласында біздің дүкендеріміз бар. Төменде номерлерін қалдырамыз. Сол номерлерге хабарласып, сол жерге барып көріп, қолмен істетіп, ұнаса сол жерден сатып алсаңыздар болады. Және де Каспий магазиннен 12 айға дейін бөліп төлеуге бар. Лифкастың кез келген түрін шашады. Краска, лак, водоэмульсия, огнезащитный дегендердің барлығын шаша алады. Штукатурка шашалмайды, штукатурка шашама деген сұрақтар бар ғой бізде негізі. Құрамында құм болмаса кез келген сұйықтықты шаша алады. Егер де сіз құрылыс саласымен кәсіби түрде айналысқыңыз келсе, онда бұл аппарат сізге міндетті түрде керек болады. Осы аппараттың көмегімен сіз бір күнде 2-3 адаммен ақ 1000 квадратқа дейін 500-ден 1000 квадрат аралығында лифкас немесе покраска істеп кете аласыз. Олай болса, осымен бүгінгі видеомызды аяқтаймыз. Тағы да айтылмаған сөздер болса, сұрақтарыңыз болса, онда төменге комментарий жазып, видео ұнап жатса міндетті түрде лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк баспай қойсаңыздар да болады. Кездескенше сау болыңыздар.